Марафонымыздың нөмір 99 кітабы Виктор Гюгоның әйгілі «Отверженные» романының басы. Бұл Виктор Гюгоның таңдаулы 5 томдығының екінші томы, яғни «Отверженные» романының бірінші, екінші бөлімдері. Фантина мен Казетта деген бөлімдері. Енді жалпы Виктор Гюгоны өзіне қысқаша тоқталсақ, ол кісі 1802 жылы 26 ақпанда Безансон деген Франция жерінде дүниеге келген және 1885 жылы 22 мамырда Париж қаласында 83 жасында қайтыс болған әйгілі француз ақыны, жазушысы, қоғам қайраткері, сенаторы. Ол кісінің бұл «Отверженный» романы ең негізгі роман болып табылады және оны сондай бір кемел жасына келген кезде қапысыз жазған романы болып табылады. 60 жасында жазылған, яғни 1862 жылы жарық көрген бұл кітап. Енді жалпы бұл кітапта бірінші бөлімінде сондай бір тағдырлардың ұштасуы, бір-бірімен байланысуы керемет шебер түрде жазылған. Ең бірінші сондай бір дін қызметкерінің өмірімен басталады. Сондай бір тақуа, ешқандай дүниеге қызықпайтын кедейлерге, жоқ-жітіктерге көмектесетін дін қызметкеріне Жан Вальжан деген өзінің әпкесі мен балаларына бір тілім нан аштан қалмау үшін ұрлап алған үшін 19 жыл бойы түрмеде отырған Жан Вальжан деген кісіні ешкім қабылдамағанда осы дін қызметкері қабылдайды. Содан бастап бұл Жан Вальжан түбегейлі ішкі дүниесі өзгереді. Сонымен ол бір жерге барып үлкен сондай бір іс бастап, ісі өрге домалап, керемет сондай бір байып, сол жердің, сол қаланың әкімі, мэріне дейін көтеріледі. Сөйтіп жүрген кезде тағы да бір Фантина деген қыздың бұл кісіменен өмір ұшырасады. Сол жаңа қалаға келіп жұмыс істейтін Фантина деген қыздың Казетта деген қызы, яғни әкесі тастап кеткен қызды, ол қызды басқа бір жердегі Тенардье деген кісілердің үйіне қалдырып кеткен. Себебі ол кезде некесіз тапқан бала үшін жұмысқа алмау себепті баласын тастап ай сайын жаңағы ақшасын беріп отыруына уәде береді. Баласы небәрі 3 жастағы қыз, ол Тенардье дегенде сонда бір оңбаған адамдар болып шығады. Өздерінің қыздарын аялап өсіріп, бұл қызды сол үйдің құлы қылып ұстайды. Су тасиды, ыдыс-аяқ жуады, үй жинайды, сыпырады деген секілді көптеген үйдің шаруаларын жасайтын сондай бір үйдің құлы секілді кішкентай 3 жастағы қыз. Сол жаңағы Фантина жұмысқа орналасып, ол жұмысқа орналасқаннан кейін жаңағы Тенардьелер ай сайын көптеген ауырып қалды, киімі керек деп көптеген ақша сұрайды. Сөйтіп жаңағы Фантина ақыры суық жолға түседі. Суық жолға түсіп жүріп, қатты өзі ауруға шалдығады, өкпесінің ауруына. Және сол күндердің күнінде оны Жавер деген полиция қызметкері ұстап қамамақшы болған кезде, қаланың мэрі болып тұрған Жан Вальжан, ол кезде аты жаңағы Мадлен, дядя Мадлен деп біледі. Сол кісі бұл қыздың тағдырыменен танысып, керемет сондай бір жан ашып, сақшыдан құтқарып, кейін өзінің емханасына апарып, жаңағы Фантинаны емдетеді. Әйтсе де Фантина дүниеден өтіп кетеді. Қызын көрмегелі 5 жыл болған. 8 жастағы қыз сондай бір ауыр, мүшкіл күйде өмір сүріп жатады Тенардьелерде. Ал енді жаңағы Мадлен ақыры Жавердің, жаңағы сақшының сондай бір қырағылығыменен оның кезінде Жан Вальжан екендігі әшкере етілмесе де, өзі басқа бір адамды Жан Вальжан деп шатастырып соттамақшы болған жерде өзі барып Жан Вальжан өзі екенін айтып, жаңағы түрмеге қайта өзі түседі. Бірақ әйтсе де бір белгілі бір себептерменен түрмеден құтылып, қашып шығып, осы кезінде Фантинаға берген уәдесін орындау үшін Казеттаны барып құтқарып алмақшы болады. Сол жолда неше түрлі шытырман оқиғалар болады. Казеттаны алып жаңағы қаланың шетіндегі бір үйлерге барған кезде оны Жавер көріп, естіп біліп қояды.
сонымен бағанағы сақшы жабер бұның артынан түседі. Сөйтіп көптеген шытырман оқиғалар мен осы 60-қа тақаған Жаныбальжан мен 8 жастағы Казетта деген қыздың бір-біріне ешқандай қатысы болмаса да, сондай бір әке мен қыз баласы іспеттес екеуі сондай бір ауыр адам, жаңағы жалғыздыққа душар болған адамдардың бір-бірімен табысуы, бұл сондай бір өте керемет, жүрекке жақын түсетін аянышты оқиға. Бұл енді бірінші бөлімі Фантина мен екінші бөлімі Казетта осы томда қамтылған. Керемет бір өмірдің шындығын, өмірдің әлеуметтік ауыртпалықтарды түсіндіретін және бір адам мен екінші адамның арасындағы жақсылық ол екінші адамды түбегейлі өзгертуге болатындығы туралы шебер түрде жазып көрсеткен Виктор Гюго. Және бұл сондай бір рейтингте жоғары орын алатындай, лайықты оқуға сондай бір әсерленетіндей кітаптың бір екеніне көзім жетті. Сонымен бұл кітабымызды енді аяқтадық. Келесі кітабымызды анықтайық. Келесі 100-ші кітабымыз қандай болып түседі екен? Мерейлі 100-ші кітап. Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», бірінші том.